Миллион жыл тасты тұтынған соң адамдар мұны өзгертудің сан тәсілін меңгеріп алды. Әуелгілер тас не ғұрлым үшкірлеу болса, соғұрлым жаңғақты шағып ашуға, аң етін боршалап сойуға ыңғайлы боларын байқады. Сөйтті де бір тасты екіншісімен соғып, малта тастың бір жағын үшкіретті. Мұндай тәсілмен өңделген тас құралдары ғылымда чоппер дейді. Ал жердің басқа шетінде адамдар шақпақ тастың өзегін ұрып, пышақтай өткір шапқылар жасай бастады. Осы қол шоқпарының арқасында адамдар енді ағашты ойып, сүйекті қалаған пошымға өзгерте алатын, теріні өңдей алатын деңгейге жетті. Бұл құралдарды археологтар бифас дейді. Бифастар көбінесе неде кездеседі? Франция жерінде, Европа жерінде. Сосын атақты бір ғалым Мовиус 40-шы жылдары осындай бір теория жасайды. Ескі енді не дейді, енді свет, енді Евразия жерінде екі үлкен мәдениет болған палеолит дәуірінде. Біреуі бифастар мәдениеті, екіншісі чоппер мәдениеті. Ол бөледі оны. Ол Қазақстан жері болуы мүмкін шекара жері деп. Енді былай қарағанда, бифастар орталық Қазақстанға дейін жетеді. Ал оңтүстік Қазақстан жаңа айтқан Боры қазған, Танер қазған, ол жерде чопперлар кездеседі. Сосын ол чопперлар көбінесе кездеседі. Не жақта қарай, Индия жақта қарай, Қытай жақта. Сонда Қазақстан жері сондай үлкендігі болғандан, онада екі мұндай мәдениет кездескен. Енді бір жағынан чоппер мәдениет, бір жағынан бифас мәдениет. Ол енді палеолит дәуіріне жатады. Сарыарқа даласы Европа мен Азия құрлықтарының ортасында жатқан өткел. Арғы жаққа, бергі бетке жөңкілген ежелгі адамдардың топтары осы қазақ жері арқылы өткен. Әлбетте, Неандерталь немесе Караманен нәсілі болсын, едел-жедел өтіп кетпеген. Олар жүздеген жыл осы далалы жазықта тұрған, қоныстар тұрғызған, моласын қалдырған. Енді айтып отырған семізгі ескерткіштердің құралдары аналогияны табады оңтүстік Қазақстанға. Оңтүстік Қазақстаннан былай жүргенін көрсетіледі. Ал семізбұғыда табылған ескерткіштер олар деген неде де табылады, Сібір жақта да табылады. Сонда бір миграцияны көруге болады. Адамзаттың жердің барша климаттық зоналарына тарап қоныстанған және нәсілдер мен нәсілдік топтардың құрылған кезі соңғы палеолит заманы. Бұл біздің заманнан 40 мың, 12 мың жылдар аралығы. Палеолиттен кейін келетін мезолит заманы. Бұл біздің жыл санаудан бұрынғы 12 мың мен 5 мың жылдықтарды қамтиды. Зерттеуші Алан Медовтың пікірінше, климат осы кезде күрт өзгеріп, ақыр соңы апатты жағдайға әкелді дейді. Яғни, су қайтқаннан кейін Сарыарқаның су жүйесі тартылып, үлкен аймақтар шөлге айналды. Өлкенің қуаң далаға айналуы кесірінен зіл, мүйіз тұмсық сияқты ірі, әрі жүнді жануарлар жоғалды. Сәйкесінше, тұрғындардың аңшылық нысандары да өзгерді. Адамдардың бұрынғыдай топ болып аулайтын ірі аңдар жоқ. Амалсыз тауешкі, арқар, киік тәрізді ұсақ жануарларды ұстай бастады. Ал ондай жылдам, әрі кішкентай аңды ұстау үшін топтасып жүру тиімсіз болатын. Енді адамдардың саны емес, аңшының ептілігі басымдыққа айналды. Мезолит дәуіріндегі далалық адам садақты ойлап тапты. Міне, осындай жебенің ұштары да Сарыарқа даласында жиі ұшырасады. Енді мынау қазір консервациясы өтті. Өткені консервацияны өткізбей, осылай сақтауға болмайды. Өткені консервация деген не? Мынау шіріп бара жатқан органиканың шіру несін тоқтату деген болады. Соны тоқтатып, соған пропитка жасап қойдық. Енді бұдан кейін әрі қарай бұл әлгі реставрациясы басталады, оны қалпына келтіру дейді. Енді тура осыған қарап отырып, міне жебелердің басы мынау темірден жасалған қорабы, соны бәріне зерттеп қарап отырып, мысалы реконструкциясын жасадық. Енді мына қарап отырсаңыз, мынандай сондай тақтайдан жасайды, тақтай жасап, ағаш. Сыртын мынау қайыңменен клейт етеді. Тура сол кезде қалай жасады, солда біз сондай қылып жасадық. Сол мынаның өзіне тесігін жасайды, әр жағында мынандай үлкен ұзын таяқша болады. Ол таяқшаның қасиеті, мысалы нагрузка дейді ғой, бірақ жерге түспей, мынаның бәріне келген кезде, мынаның
қиратпайды дағы жақсы ұстап тұрады. Егер адамзат тарихын жабайы және өркениетті деп екі кезеңге ғана бөлу қажет болса, оның шекарасы болуға неолит яғни жаңа тас дәуірі лайық. Неолитке көшу кезінде аңшы қауымдар алғашқы болып, жануарларды үй маңында ұстай бастады. Осының негізінде мал шаруашылығы пайда болды. Кейбір өсімдіктердің өсуін қадағалау арқылы егін шаруашылығының негіздері салынды. Қазақ жерінде адам алғашқы дақыл ретінде тарына еккендігі дәлелденіп отыр. Ғылымда бұл құбылыс неолит төңкерісі деп аталады. Енді атақты археолог бар, Чайлд дейтін. Ол енді осындай термин ғылым айналамға енгізеді, неолиттік революция деп. Ол енді ол қандай несі бар оның, осы терминнің несі енді сипаттамасы. Ол кезде неолитте адамдар біріншіден мындай аңшылықпен енді теруендіктен, то есть ол присваивающее дейді хозяйство, ол производящее хозяйствоға көшеді. Ол производящее хозяйство ол қандай? Ол егіншілік, сосын жануарды ұстау. Мал мен егіншілікті игеру басқада мәдени тұрмыстық жаңалықтардың ашылуына ықпалын тигізді. Осы кезде тоқымашылық пайда болды. Адамдар аң терісін жамылуды қойып, жүнін өңдеуді игеріп, жіп, мата жасай бастады. Малдың сүтін, етін сақтап пісіру үшін алғаш рет саздан ыдыс жасады. Кісі баласы керамика жасауды үйренді. Неолит адамы егін егіп, мал ұстаумен қатар кәдімгі ағаштан, тастан үй соға бастады. Тас дәуірі аяқталып, қола дәуірі басталып жатқан аралықта ерекше кезең бар. Тарих ғылымы оны энеолит деп атайды. Бұл кезеңнің шекарасы немесе хронологиялық шектеуі әлі толық анықталмаған. Дегенмен де ол шамамен біздің заманымызға дейін 3-2 мың жылдықтар аралығында орын алады. Бұл кездің кереметі сол, адамзат бірінші рет металл, мыспен танысты. Сосын осы эрада жылқы алғаш рет қолға үйретілді. Бұл оқиға басқа емес қазақтың жерінде орын алды. Жылқыны қолға үйрету жаяу өмірден құтылу деген сөз. Жылқы кісі баласын тезекке көмілген қоңыз өмірден құтқарды. Ат адамның жылдамдығын 6 есе арттырып жіберді. Алғаш рет атқа мінген адам ол өзін ұшып бара жатқандай сезінді. Оған қанат біткендей, кең даланың үстінен шырқап ұшқандай болды. Жылқының алапат энергиясы үстіндегі адам өтті. Ол адам қолынан жаратуды, қиратуды қатар келетін жасампазға айналды. Пассионар болды. Ол кентаврға айналды. Системы энергетики, которая шла от коня, передалась ему. Поэтому это кентавр, это тулпар, это страсть, понимаете, пассионарная. Термин пассионарный — это прежде всего страстный. Страстный, потому что ему передается энергия коня. Тот, кто сидел на коне хоть раз, он это понимает, что это такое. Ботай қонысынан мыңдаған жылқы сүйектері шықса дағы кейбір ғалымдар бұл жабайы аттардың қаңқасы. Бәлкім қаумалап, қамап ұстаған шығар деген кертартпа пікір көп айтты. Алайда ауыздық, қымыз табы қалған ыдыстар мұндай таластарға нүкте қойды. Құмырада қалған молекулалардан қымыздың несін анықтаған молекуласын. Ол уже көрсеткіш бір жағынан мына жылқыларды тек қана жабайы ретінде ұстамаған, оны сауып, содан енді өнімдерін пайда қылған. Сосын мына ескерткішті қазғандан кейін, онда бірнеше енді тұрған үйдің жерлері кездеседі. Сосын ол жерде нелер кездеседі, қора сияқты жерлер, сол жерде жылқыны ұстаған жерлері. Ол да көрсеткіш, жылқылар аңшылық жасап жүрмеген, оны ұстап алып бір жерде баққан көрсеткіші. Атты үйрету бүгінгі ғарышты меңгергеніміз, компьютер арқылы ғаламды басқаратынымыз сияқты ғажайып инновация болатын. Жабайы аттар барлық жерде бар. Оны үйретіп, қолдана білу, ол өте өнер, үлкен өнер. Өйткені жаңағы аттар стадный дейді, у них менталитет. Олар стадный. Олар анау бірге жүреді. Жеке-жеке жүре алмайды, қорқады. Енді соны алып жүру үшін қаншама мыңдаған жыл өтті. Соны
көшпенділер соны қолданып аттарды, соны үйретіп, қолға үйретіп. Соның арқасында ол анау өзіне қанат біткен сияқты анау баратын жеріне барып, жаңағы ана бармайын ба, анаған барам ба деген сияқты онда жаңағы сұрақтар исчезло само по себе, өйткені қанаты бар, аты бар, көлігі бар деген сияқты. Адамзат жаяу кезде жер шарына тек өзендердің бойымен ғана тарап отырды. Ал шөбі шүйген ұлан ғайыр далалар бос жатты. Себебі адам ондай ұлы жазықтарды бағындыруға әлі жетпейтін. Себебі жаяу кісі шамамен 25 шақырым жүре алады. Қалай атқа мінді, жылдамдығы 6 есеге артты. Көшпенділер атты қолға үйретудің арқасында бір-бірінің бар екенінен бейхабар шығыс пен батыс өркениеттерін өзара таныстырды. Ат жер бетіндегі шашырап жатқан бір-бірімен байланысы жоқ адамзат өркениеттерін бір-бірімен таныстырды. Баяғы өмір артта қалды. Осы жылқының арқасында адамдар жаңа жер ашушыларға айналды. Ат адам өмірінің ритмін өзгертті. Ат ақпарат алмасуды, барыс келісті мүлдем жаңа, жылдам деңгейге көтерді. Первую цивилизационную ступень, конно-транспортную коммуникацию. Жылқыны тұсап, үй жануары еттік. Ол өзгерді. Өзімен бірге адамды да өзгертіп жіберді. Тұлпар адамды жықпыл-жықпылдағы кепе үйлерден жазыққа, ұлы далаға алып шықты. Осылайша әлемде өмірдің жаңа түрі, көшпелі өмір салты пайда болды. Бұл өзінің маңыздылығы жағынан адамның ғарышқа шығуымен пара-пар жаңалық деп есептеді. Неге? Міне, адамзат үшін ғарыш жаңа кеңістік. Ал бір кездер Евразияда адамзат үшін жаңа кеңістік болған, көріп отырсыздар. Осы екі кеңістіктің игерілу, біреу көшпенділікпен байланысты, біреу техниканың дамуымен байланысты. Екеуі пара-пар. Қазақтың сөз тіркесі мәтелінің 30% атқа қатысты екен. Осыдан ақ жылқы біздің жұрт үшін көлік қана емес, маңызды, мазмұны тереңге кеткен ұғым. Санаға сіңісті болған сөз орамдары, ұлттық болмысының бір белгісі. Ат айбарған емес, адамзат өркениетіндегі орнын көрсеткен айғағы. Әрі қарай, сарыарқа тарихы, далалықтар тарихы аттың тұяғымен жазылды.